Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі біздің тақырып ыдырау үдерістері, ас қорыту ферменттерінің әсері, ас қорытудағы ферменттердің маңызы, сіңіру және бөліп шығару. Бүгінгі сабақтың мақсаты адамның ас қорыту жолдарындағы үдерістерді сипаттау, ас қорыту үдерісіндегі органикалық заттар мен сәйкес ферменттердің арасындағы байланысты орнату. Жалпы ас қорыту үдерісін біз екіге бөліп қарастыруымызға болады. Біріншісі ол қоректік заттарды қорыту. Оған механикалық, яғни шайнау процесі жатады. Екіншісі химиялық арнайы ас қорыту ферменттердің әсерінен ыдырау. Келесі бізде абсорбция. Абсорбция деп отырғанымыз ол қорыту барысындағы түзілетін органикалық заттардың ұсақ молекулаларының ішек қабырғасы арқылы қанға және лимфаға өтетін физиологиялық үдеріс. Жалпы ас қорыту ферменттер деп отырғанымыз бұл астың қорыту реакциясын тездететін, яғни органикалық заттарды қорытатын нәруыздар болып табылады. Оқушылар, сіздердің алдарыңызда ас қорыту жүйесінің ретімен көрсетілген суреттен қарап назар салуларыңызға болады. Енді осы ас қорыту мүшелеріне жеке-жеке тоқталайық. Оның біріншісі ауыз қуысы. Ең бірінші қорек бізде ауыз қуысымызға түседі. Ауызда қорек тістердің көмегі арқылы ұсақталынады, яғни біз шайнаймыз. Сілекеймен шыланады, кейбір бактериялар жойылады, астың дәмі мен температурасы анықталады. Ауыз қуысында ең бастысы бұл жерде көмірсулар ыдырайды. Бұл негізгі сілекей ферменті амилазаның әсерімен болады. Амилаза деген фермент ол крахмалды глюкозаға дейін ыдыратады. Келесі бізде ауыз қуысында мальтаза деген фермент болады, ол мальтозаның ыдырауын катализ дейді. Лизоцим ферментінің әсерінен кейбір зиянды бактериялар жойылады. Келесі ауыз қуысынан кейін бізде жұтқыншақ пен өңеш орналасады. Олар жұтқыншақ пен өңеш деп отырғанымыз бұлшық ет қабаты жақсы дамыған қуыс мүшелер. Олар асты ауыз қуысынан асқазанға өткізу қызметін атқарады. Өңештің ішкі эпителий қабаты құрамында ферменттер болмайды, бірақ ол жерде астың жылжуын жеңілдететін сілекей бөлініп отырады. Жұтқыншақ пен өңештен кейін ас асқазанға келіп түседі. Асқазан ас қорыту жолының кеңейген бөлігі. Эпителийде асқазан сөлін бөлетін көптеген бір жасушалы бездер болады. Асқазан сөлі күніне 2 литрге дейін сөл бөліп отырады. Оның құрамында, яғни асқазан сөлінің құрамында сілемей нәруыздарды аминқышқылдарына дейін ыдырататын пепсин ферменті болады. Пепсин ферментін белсендіретін тұз қышқылдары кіреді. Келесі бізде аш-ішек. Аш-ішектің қалған бөлімдері қорытылған заттарды қанға және лимфаға микроскопиялық өсінділер, ішкі бүрлер арқылы сіңіреді. Нәруыздар мен көмірсулардың ыдырау нәтижесі аминқышқылдар мен глюкозаға дейін қанға сіңіріледі. Ал майлар қорытылған кезде түзілетін глицерин мен май қышқылдары лимфаға түсіп өзгереді, сол арқылы тасымалданады. Келесі ас қорыту мүшелерінің бөлімі ол тоқ-ішек. Тоқ-ішекте қанға су, дәрумендер мен қорытылмаған минералды тұздар сіңіріледі. Сонымен қатар бұл жерде өсімдік жасұнығы симбиоздық бактериялар, ішек таяқшалар әсерінен ыдырайды. Қорытылмаған ас қалдықтары ағзадан тоқ-ішектің соңғы бөлімі тік-ішек арқылы шығарылады. Енді ас қорыту ферменттерінің әсеріне тоқталайық. Ас қорыту ферменттің біріншісі ол амилаза. Амилаза ол көмірсуларды, яғни крахмалды глюкозаға дейін ыдыратады. Келесі пепсин ферменті нәруызды аминқышқылдарына дейін ыдыратады. Трипсин мен липаза ферменті майларды глицерин мен май қышқылдарына дейін ыдырату қызметін атқарады. Оқушылар, сіздердің алдарыңызда тапсырма берілген. Тапсырмада адамның ас қорыту мүшелерінің қызметтерінің тұсына суреттегі мүшенің рет санын жазу керекпісіздер. Мысалы, бірінші сіздерде механикалық өңдеу жүретін мүше, осы жерде көрсетіліп тұрған, санмен көрсетіліп тұрған мүшелердің қайсы сәйкес келеді, соны осы тұсқа сәйкестендіріп жазасыздар. Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп өтейік.
Біріншісі механикалық өңдеу жүретін мүше, ол сіздерде 1 деген реттік санмен көрсетілген, яғни ауыз қуысы. Келесі нәруыздардың қорытылуы жүретін мүше, ол сіздерде 4 деген реттік санмен көрсетілген, ол бізде асқазан. Келесі өт бөлетін без. Келесі бізде өт бөлетін без, сіздерде ол бауыр, яғни бауыр бізде 5 деген реттік санмен көрсетіліп тұр. Келесі сіздерде қоректік зам. Келесі бізде қоректік заттар қанға өтеді деп жазылған. Ол бізде 7-ші номермен берілген, яғни аш ішек. Аш ішекте қоректік заттар қанға сіңіріледі. Келесі соңғысы ас асқазанға өтеді. Ол бізде ас өңеш арқылы асқазанға өтеді. Өңеш бізде 3-ші номермен көрсетілген. Келесі оқушылар сіздерге тапсырма. Ақпаратты сәйкестендіріңіз. Мүше, құрылысының ерекшелігі және қызметі. Яғни бірінші графада сіздерде ас қорыту мүшелерінің түрлері көрсетілген, екінші графада құрылысының ерекшелігі, үшінші графада қызметі көрсетілген. Осы 3 графада сәйкестендіре отырып жазамыз. Мысалы, 1 ауыз қуысына сәйкес келетін, 2 болса және қызметі мына жерде А, В, С, Д деп берілген. Сол қызметтердің қайсысы ауыз қуысына сәйкес келеді, сол арқылы сәйкестендіреміз. Жарайсыздар оқушылар, енді жауабын тексерейік. Тапсырманы орындап болсақ жауабын тексерейік. Жарайсыздар оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.